Тибор Толнай, Юдит Болгар, 1991 жыл. Е4, С5, Сицилиан қорғанысы, АТФ3, Е6, Д4, СД, ат Д4, А6. Бұл енді Паульсен варианты. Ат С3, Вәзір С7, мына негізгі орталықтағы торды бақылауға алу керек. F4, B5, піл D3, піл B7, Вәзір F3, ат F6. Піл E3, ат C6, рокировка және B4. Бұл енді өрт сөндіргіш, қорғаушы деген лақабаты бар, сол себепті бұның көзін жою керек. Ат C2, ат A5, ат A5, G4 және D5. Орталықты қопаруға тырысу керек. Өткені B5 ол Сицилиан қорғанысының қалыпты жүрісі, D5 қалыпты жүрісі және С жолын пайдалану. Бұлай және ат D7. Патша B1, патша өзін әрине B1-де жақсы сезінеді. Ат C4, піл C1. Рокировка және H4. Ат C5, B3 және ат A3 біз енді шеге, ат шеге деген әдіс бар. Патша A1 және F6. Негізгі орталықтағы сарбаз ұнамай тұр және жалпы мына қиғаш жолды ашудың бір амалы. C3, жалпы патшаның қасындағы сарбаздарды қозғалтпауға тырысу керек. Алдық және ат C4. Ештеңеден қорқып тұрған жоқ, ол біліп тұр. Егерде былай алатын болсаңыздар, онда біз былай аламыз да, біздің піліміз тамаша мына жерге шабуыл жасайды және біз мына жерге шабуыл жасайтын ол біліп тұр. Алдық, негізгі орталықтағы сарбазды алдық мына жерге және мына жерге шабуыл жасадық. Вәзір G3 және мына атты ап қойды. Піл F5 байлап тастады, әдемілеп тұрып байлап тастады. Патша B8. Алдық және BC. BC бұлай және D4. Бәрібір енді қаралардың фигурлары белсенділігі жақсы, аты негізгі орталықта тұр. Мына патшаның жағдайы маған ұнамай тұр. Мына жерге де шабуыл жасап тұр. Қазіргерде мына соңғы мына піл іске қосылатын болса, онда бітті, бәрі бітеді. Бұлай F4, A4 және тура E8. Көрдіңіздер ме? Барлық фигурлардың үйлесімділігі, барлығы еңбек етіп жатыр. Піл F5, піл C6. Енді мына аттың көзін жоюдың амалы, өткені мына C3-тегі торды бақылауға алып тұр. Бұлай G6, алдық және піл C3. Көрдіңіздер ме? Дер кезінде толығымен тактикалық мәселеден стратегиялық мәселеге де көшу. Ол да бір өнердің бір ерекше бір көрсеткіші. Алдық. Көрдіңіз бе? Барлығы тынышталды. Енді біздің мынандай керемет сарбазымыз бар. Біздің атымыз мына пілден мықтырақ екені көрініп тұр. Ол енді белгілі. Тура C1, тура C8. Біз кімді есімізге түсіреміз? Зигберт Тарыш артынан орналастыруды. Бұлай C5, бұлай және C8. Әрине мына біздің өтетін сарбазымызды беруге болмайды. Піл E4, бұлай ат C6. Өткені мына B7-дегі торды бақылауға алу керек. Алдық. Бәрібір біздің мына тураларымыз белсенді және өтетін сарбазымыз бар. Бұлай тура C4, алдық және тура C4. H5, A5 енді мына жерде алу және мына жерде алудың амалы. Алдық, бұлай және тура B4. Тура B4, бұлай және C2, G5 және патша B6. Болашақта әрине тура B1 деген әрекеттер жасауға болады, болашақта. Сол себепті, бірақ оған дайындалу керек. Әзірше, соңғы мына сарбазды алуға толық мүмкіндік бар. Әзірше патшамызды осылай жақындатуымыз керек.